Бітуәжә, әңгіме. Ол өзі орта бойлы болғанмен, қасына жақын кеп, көз тоқтатқаныңша, бітіміне сенімің шамалы. Бәкенеме қалай? Деп шүбәлі қарарың хақ. Өйткені алыстан бөлекше шалынады. Жуан қарағайдың бунақ, бұтақсыз бір кесінсіндей, жұмыр бел, кең кеуделі, жауырынды, тығыршықтай төртбақ. Кей адам алты қанат ақбоз үйдің іргелігін түргізіп, түндігін аштырып, төрді жағалай жайғасқандармен бірге отырғанда, төбесі көптен жоғары қылтыңдай көрініп, атан сирақ, ұзын күсау дегізіп, таңдандырғанмен, далаға дамылдағалы шыққанда, бәрінен аласа, сыпыңдаған ешкі жүрісті, борбайы келтелігіне алданғаныңа өлердей өкінерің бар. Мынаған да сол бір секемшіл көңілмен еріксіз назар саларың кәміл. Сонда сен алшақ тастап тұрған екі аяғы денесінің ұзынымен тең ағаш келі саптай тіптігін, орнықты, мығымдығын аңдайсың. Тек анау жазық екі иықтың ортасына табиғат мойын жағына сәл-пәл сараңдық істеп, төбесі жалпақ, қалың, ақ борыл дудыраған шашпен шықшытты қарбыз басты қондыра қойғанына ғана қынжылар едің. Кешірімді кішіктігіңе бағып, тегі жаратылыс шіркіннің де жұмысы жынықты тығызау. Бобайғысты жасау айдың аяғына тап келіп, жоспар қысып әйтеуір бір асығыстыққа ілінген ғой деп, ақтап қалуың да ғажап емес. Ондайда амал не? Сөзіңнің пәтуасына жарағандай, жақсылықты дидарынан іздейсің. Түк қылтанақ әжімсіз, быттиған қара сұр беті, алшақ қонған, қабағы іспек, томпақтау біткен қой көзі, ұшы доғалдау маймұрын, езулігінің екі басы төмен қашқан, етекті, мол аузы, шодырайған жұдырықтай иегі, толқындана түскен, үш жолақ қыртысты маңдайы, бәрі-бәрісі кәдеге асып жүре береді ғой. Міне, сол кісі шағын ауылдың бір шетіндегі автобус аялдамасына келіп тұр. Үстінде қара су жаңа костюм, шалбарының қыры пышақтай, 2-3 мәрте ыстық үтікпен таптаған тәрізді. Костюм өңірінде 6 қатар медаль, орденнің жолақ шатыраш белгісі қадалған, ақ шұға көйлек, қызыл күрең, алтын жіп жүгірткен галстук тағыпты. Аяқтағы бәтеңке де еш қыртыссыз, әлі опа, иіс май тимеген қыздың бетіндей жылтыр, жұқа қара құрым кремделмепті. Әлсін әлі ақ борыл, өсіңкіреп кеткен қалың шашын бір-біреуі сәбіздей ірі 5 саусағымен қанша кері қарай көсе қайырып тастаса да, шалқасынан жатпай ортасынан екі жаққа айырыла құлап ербиеді. Аялдамада жасыл сырлы 2 орындық, оның үстінде 4 жағынан темір бағамен тірелген, жолаушыларға жауын шашында баспана болсын деп істелген, жан-жағы ашық, төбесі ағаш тақтай, сарғыш қаңылтырмен қапталған жаппа. Орындықта ат жақты құс мұрын келген, толқынды қара шашының самайлығына ақ жүгірген сары жігіт отыр. Сұрғылт костюмның барлық ілгегін ағытып жіберген, астынан киген қызыл жібек көйлегінің өңірі ашық, галстуксыз, аяғында қоңыр, өкшесі биік бәтіңке, оң жақ қапталына қара дипломат портфельді тәлтитіп текесінен қойыпты. Жігіттің өзіне жалтаңдап қарай бергенінен қуыстанды ма, жоқ әлде сүмбіленің беймаза ыстығы күйіндірді ме, қара сұр мосқалжан дипломаткаға көз тастады. Бұ адам дегенде бір ғажап дүние-ау. Сонау соғыстан кейін еркек кіндіктің сәні, галифе шалбар, қара құрым етік, китель, қоқырайған әскери сияқты фуражка еді. Киімді қойшы, өзгеруі заңды, мейлі ғой. Оу, басшасы мен кешесі полевой сумкеге әуестеніп, салақтатып жүруге құмар болмады ма? Сонсын саквояжға көшті, онан валетке, бүйірлі кілті бар портфельге ауысты. Енді міне дипломатка. Мә, оны айтасың. Еркектер қазір әйелдердің ұзын баулы, аузы бүрмелі сумкісіне көз салып, оның орнына папка тәрізді бірдеңені іліп, иығына асынып, қолтығына қысып кердеңдейді емес пе? Әй, соның бәрі есіріктік пе, шын сән бе, деп ойлады ол. Әлгінде мына жігіт, сәлеметсіз бе аға, орындыққа отырыңыз, автобус енді 1-10 минуттан соң келеді деген еді.
Бұл жай ернін жыбырлатып, бас изеп, адамға бергісіз анау дипломатканың қасына жайғасуға намыстанған, әрі өзінің шәлкем шалыс көңіліне алған, жақтырмаған нәрсесін бет-жүзге қарамай айтып салатын, не ақырып сыбап жіберетін қызбалығынан қорғаншақтай қалған. Сыралғы бәйбішесі Ғайша 25 шақырым қалаға өз машинаңмен барсайшы, сол құрмағыр қара темір жаныңнан артық па, бұзылса жаңасын аларсың деп шымши сөйлеп, автобусқа мінбектігіне қарсылық білдіргенде де сол шапшаң мінезінен тайсақтап қауіп ететінін сездірген. Бұл көнбеді. Майдандас достарыммен кездесем, балаларыма соғып, немерелерімді сүйем, ашып жауып айналшықтап жүрем бе деді. Енді ептеп сонысына өкінулі. Әне бір кемпір ішіне бірдеңелерді қампита салған қоңыр қабын сүйретіп жетті. Басында ұшын тамақ астынан тартқан ақ жаулық, үстінде мол етекті, ұзын көкшіл көйлек, оның сыртынан жеңсіз қара барқыт камзол киіпті. Аяғында қара мәсі, біз тұмсық, үсті жабық кебіс тәрізді резеңке галошы бар. Ылдым-жылдымды жігіт орнынан ширақ көтеріліп, сәлемдесіп, қабын көтерісіп, қасына қойып жатыр. Кемпір дипломаткаге бір тірі мақұлық көргендей состия бір қарап, қатарына жайғасты да, камзолының қалтасынан ақшыл сары қол орамалын шығарып, тершіген бетін маңдайын сүртуге кірісті. Анау бос орындыққа қапты неге қоймайды? Қария шіркін тістесіп, инелікте имейіп, тілерсегі майысып бекер арқалап келді деймісің. Сонау қалада баласы, не немересіне деген ішінде сәлем сауқаты сөзсіз бар. Әрине, бірер асым ет, қаймақ, қарын май, құрт ірімшік сарсуларын аямай жинап салды ғой. Қайран анай, балапандарына талғажау болсын дейді де, өзегі талып, ас жүргендей көреді. Бұған таңдану әбестік. Әлгінде менің кемпірім де газетке орап, торға салған бірдеңені қолыма ұстата жаздаған. Өй, бұл не? Оларға керегі жоқ десем, қолыңа қарайды, дәметеді ғой дейді. Алмаймын деп қыңырайып тастап кеттім. О да мына кісідей жолы түссе арқаланып жүргені. Әй, анау аш құрсақ, қидиған дипломатканың ішіндегіне ең мықтағанда түкке қажетсіз 3-4 парақ, шимай жазулы қағаз, не дәптер, блокнот қаламсап бірдеңелер. Өзге не дейсің? Өргөкірек қуыс күйде бір адамдардың дүниенің бәрін тындырып үлгергендей шіреніп, көпшілікке шекесінен қарайтыны барау. Мынау дипломатка құдды сол. Ал анау ана ырзығы, дәм адал ас жерде, шаң үстінде, бұл міне жоғарыда орындықта шіреніп қалыпты. Өй, шайтанның сапалағы, теуіп кеп жіберсем бә? Деп ол түтіге қабағы қарс жабылып жігітке қарай жүре түсіп, жақындағанда кібіртіктей әрі асты. Сол бір өткен күннің үзігі ойына оралып, жаңағы шиырша қатқан жүйкесі сәл-пәл босап, езу тартып қалғанын Ақбанның өзі де байқамады. Гүрілдей, арылдай кеп аялдамаға тоқтаған автобус көңілін алаңдатып, ерсілі-қарсылы сенделіс жүрісін қойып, іркіле берді. Алдыңғы есік еріншектене баяу, сықырлай жартылай ашылған ол шыдамсыздана, добалдай қолымен итере сарт еткізді. Сары автобустың кабинасындағы шофер оқыс дыбысқа елеңдей, терезеден басын қылтитып, «О, ағасы, сындырамысыз?» деді шіңкілдеп. Ақпан қарасұр жүзі күреңітіп, «Дұрыстабаш» деп қитықты. Қарияның қапшығын көтерісіп, қолтығынан демеп алған аққұба жігітке манадан бері жылы ұшырай қарап, алға оздырар тұста дұрыстап көз тоқтатып тұр. Кәріліктің ауылы жақын қонғаннан ба, кейінгі кезде бүгін көрмегенін ертең ұмытатын бір әдет тапқанын сезеді. Әйтеуір мына жігітті танитыны кәміл. Әйтсе де қалай, қандай жағдайда кездескенін бірден ойына түсіре алмады. Автобус іші қапырық, жанармай иісі аңқып тұр. Соңғы аялдамадан кейінгі бұл 3-ші ауыл. Жолдағы ферма, бөлімшелерден де қол көтеріп отырғандармен толығып кеткен екен. Ақпан бір сәт солай ойлап, іштей топшылап та қойған еді. Әдетте ел мұншалық көп жиналмайтын, кім біледі. Мүмкін Ақпан біраздан бері бұған аяқ артпағаннан да тосырқап, кейінгі кезде ауыл адамдарының бензинді шығынсынып
жекеменшік көліктерін қаңтарып қойып, автобусқа ауысқандарына таң шығар. Әйтеуір алдыңғы қарама-қарсы 2 орындықтан өзгесінде жолаушы толық. Бұл жерге жайғасудан үріккен ғой. Анау тұсына қағылған бармақтай сарғыш қаңылтырдағы балалы әйел мен соғыс ардагерлеріне деген қара сырлы жазу қаймықтырған тәрізді. Жол бойынан ондай адам ұшырасса, орын беріп тұруы керек. Қалада қайдам, ауыл кісісінің көпшілігі бедірейіп, көрмегенсіп, терезеге қарап қалған жасты жан-жақтан күстәналай ұрсып, сүтке тиген күшіктей етеді. Сонан қорғаншақтап жоламайды деп ойлады. Ақпан қапшық сүйреткен қарияны терезе бетке өткізіп жатып, өзі автобустағыларды көзімен еркін сүзіп қалды. Жолаушылардың дені жастар екен, бір-екеуін шырамытып, иек қаға сәлемдесті. Ойпыр-ой, мына майдың иісін-ай, деді қария басындағы жаулығын түзетіп. Ақпан жоғардан шүйліге қарияға қарап алды да, көпшіліктен ұлықсат сұрамай-ақ сарт еткізе төбедегі желдеткішті ашып тастады. Манағы шофер қалқанның аржағынан тағы да басын қылтитып, «О, ағасы, сквозняк жасайсыз ғой, бұның өзіне елден ұлықсатсыз, өзім білдімге салмаңыз», деді. «Әй, шүлдік бас, тыныш. Неге? Көпшілік мінетін көлікке бір адамның билігі жүрмейді, ағасы. Інішек, мұндағы үлкен кісіге ауасы ауыр тиіп, шыдатар емес. Сіздер жассыздар. Ақпан аға сол адамға жағдай жасады», деп дипломат ұстаған аққұба жігіт қарсыдағы орындықтан ары түсті. Қара сұр сұсты Ақпанға ұстамдылық жетпей, «Әй, дабай қозғал, сенімен тәжікелесуге уақыт аз. Маған абзалы ылғи ескерту жасауыңды қой», деді. «Сендей шекөкпелерді тәртіпке шақыруға менің әлі де құзырым мол. Сөзді қысқарт. Мейілдерің, билет алыңдар. Міне жөн сөз». Ақпан жан қалтасына шилан шығарғанша дипломат ұстаған жігіт 3 билетке ақша ұсынып үлгерді. Шофер бала тағы да шыны қалқанның ар жағынан басын қылтитып, «2 билет», деді. Ағаға ше, о кісі соғыс ардагері ғой, тегін мінуге тиіс. «Әй бала, сен заңды бұзба, қала ішінде ғана тегін мінем, дала жолында көппен бірдеймін, сен мені жарылқамай-ақ қой», деп Ақпан қитықтана бастады. «Ақпан аға, мен сізден бәрібір алмаймын». «Алмай көр». «Алмаймын дедім ғой, алмаймын. Сіз майдан ардагерсіз, партизансыз, сіздің кітабыңызды оқығанмын, білем». «Әй бала, таяқ жейсің ғой, неге ерегісесің, Мейлі Ақпан аға, сабаңыз, ол маған тек абырой». «Ой, қосырей неме», деді Ақпан күлімдей қарияның қасына жайғасып. Жолаушылар Ақпанның шофер жігітке не дерін білмей, амалсыз тыныштанғанына әр жерде мырс етсе күлсіп қалды. Машина дүрілдей тез от алып, есіктері жабылды да қозғалып жүріп кетті. Төбедегі желдеткіштен аңқылдай жел соғып қоя берді. Таза ауа тек қарияға ғана емес, көпшілікке де керек, білем, жадыраса. «Ой-хой, рахат-ай», десіп қалды. Автобус ата қаздай ырғалаңдай бұрылып, күздің шағырмақ, шаңқай түстегі ыстығынан дымдана жіпсіп, қара сұрланған асфальт жолға ілінісімен арылдай күш шақырып азынай жөнелді. Терезе тұсынан жапырағынан ерте айрылып, сидаң селдіреген жол жиегіне тігілген тал шыбық, сарғыш ойлы қырлы дала бұлдырай дөңгеленіп, қатар жарысып қалып барады. Артқы орындықта сықылықтай күліп, күбірлескен бір топ жастар да сап тиылған. Самал жел, тыныш, шоқалақ шұңқырсыз тегіс жол. Екпінді машина жүрісі оларды да бір мамыражай күйге түсіріп, қабақтарына ұйқы тығып, кірпіктерін ауырлатып, қалғытып мүлгітіп тастаған еді. Сергей құс ұйқылы Ақпан қарсы алдында жол бағытына ту сыртын беріп, тізесінің үстіне дипломатын қойып, соған 2 қолын артқан сұрғылт костюм, қызыл көйлекті сары жігітке қарап отыр. Өзі қой көзді екен, құс мұрынды, жүзінен мейірім кеңдік еседі. Әлгінде билет алуға ұмтылып, қызмет көрсетуге тырысқанына Ақпан оның елгезек, ақ көңілділігін сезіп, іші жылыған. Ол әрине бұны таниды, ілтипаты да бар, ал Ақпан сонысын байқаса да, аңдамаған ырай білдіріп, өзінің өлердей сірескен қалпынан қысылыс тауып жалтақтай берді. «Апырай, қайдан көрдім? Бұл жігіт ауыл адамы емес, Астананың азаматы, оқыған жан.
2 сағатта Алматыға жетеміз. Бұл жақта неғып жүр? Соғыстан кейін мен де қалада тұрғам. Әй, басымды қатырмай неге жөн сұраспаймын? Бет мұншағым үзіліп, неменеге қаймығам? Тоқта, мен өзі жазушылардың да біразын білем ғой. Пенсия жасына жеткесін Алматыдағы үйімді балаларыма тастап ауылға көшкем. Осы дәуде болса, ақын жігіт, едіреңдеген тентектердің санатында жоқ. Бір кішік, нәзік жандылардың қатарынан деп, Ақпан пышырайған ойын бір жүйеге келтіре алмай әлек. Сонда кім? Әй, есімі де жадыма түспеуін қарада. Әй, әншек, біздің шелекте жай жүрмісің? Деді Ақпан ақыры тағаты таусылып. Үлкен балам осында шофер ғой. Кеше соған келгенмін. Немеремді сағынып кетіп, құстай ұшып жеткенмін Ақпан аға. Сенде немере сүйдім де. Қайран уақыттай. Ой, жүйріксің ау, таңдану да қиын. Менің немеремнің үлкені қазір 9 оқиды. Болар. Біздікі кішкентай аға, 4 жаста. Бәрекелді. Өзің қайда істейсің қарағым? Аға, баяғы сол республикалық радиодамын ғой. Бөлім меңгерушісімін. Өткен жылы 50-ге толдым. Біз де міне қартайдық аға. Ақпанның есіне жігіттің аты түсті. Сағынтай. Әзілкеш ақкөңіл ақын бала. Соғыстан кейін сонау Закарпатьеден Алматыға келген. Ақпан республикалық радиоға қызметке орналасқан. Жоғары білімді, институт бітірген маман болмаса да, жазуы жатық, соғыс ардагері деп жұмысқа алған. Сағынтай шырағым, сіздердікі неғылған қарттық, деп Ақпан танитындығын аңдатып, жылы ілтипат білдірді. Жігіт ырзалықпен күлімдеп, басын шайқап қойды. Сөз таластырып, ізеттілікпен қартпын деп, тәжікелесудің келеңсіздігін сезіп үндемеді. Ал Ақпан сонау соғыстан кейінгі қазіргі мынау Сағынтайдан жастау, асау шағын ойлап қалған еді. Әл есінде республикалық радионың ауыл шаруашылығы бөлімінде істеп жүрді. Закарпатья орманында талай ұрыстарға, қауіпті барлауға қатысып, фашистерді талқандауға көзсіз ерлігімен, өжеттігімен көзге түскен. Басына төнген небір қиын сәтте өлімнен де құтылды. Күні кеше орта мектепті бітіріп, майданға аттанған ауыл баласы бір ұрыста ауыр жараланып, партизандарға тап келіп аман қалды. Қызу қанды, намысқой жігіттің қандай қатерлі жағдайда да тұйыққа тіреліп, жүрегі шайлығып үркектемей, сабырлы қалпынан айнымайтыны, тіпті 2-3 қарулас досымен ізін кескен жаумен атысып, енді бірде көз жасып адасқанда да аштыққа шыдап төзімділік танытқан. Жолдасты жолда тастамас бір сөзділігі оның қадір қасиетін, беделін арттырады. Бұл операцияны Ақпан ғана орындайды деген сенімді үнде жиі естіледі. Сөйтіп ол соғыс жылында аты аңызға ұласқан партизан Алеша болған. Партизан арасында ол коммунистік партия қатарына өтті. Өзіне деген қарулас достарының сенімін қуантып, Ақпан еркін сөйлеп ерке жүрді. Бейбіт күндегі адамдардың кейбір қылтың-сылтыңы, пендешілігі алғашқы кезде оны талай келеңсіз қылыққа ұрындырып, қол жұмсатып жіберіп, ұятқа қалдырды. Партизандық шапшаң қимыл, кешірімсіздік, тез шешім, бейбіт өмірде жараса бермейтінін ұққаншада тентек Ақпан атандырып үлгергені бар. Ақпан да сондай соғыс ардагерінің бірі. Редакцияның тапсырмасын бұйрық санап, уақытпен санаспай өліп тірілі орындайтын. Тәулік бойы ұйықтамай дала кезіп, материал жинап қайтады. Жазады, сызады, көшіреді. Өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Қатаң. Сөйтіп жүріп, бөлім бастығы дәрежесіне дейін өседі. Бастауыш партия ұйымының бюро мүшесіне сайланады. Соғыс тәртібі тыныш заманда кім-кімге де ұнай бермейтінін ойламайтын, ескермейтін. Көрші колхоздың егістігінен Ақпарды телефонмен алып, мақала жазған бір жігітті көз бояушы деп жұмыстан қуғаны да, өз бөліміндегі жігіттердің 5 минут кешіккендеріне сөгіс жариялағаны да күңкілге өкпеге айналады. Әрине, өсекшілдер жұмыстан себепсіз кеткендерін жасырып, тонның астарын айналдырып айтады. Біз творчество қызметкеріміз интервью ұйымдастыру үшін редакцияға соқпай,
үйімізден тура өндіріске не колхозға жүріп кетеміз. Кейіпкерімізбен сөйлесеміз, оның уақыты аз. Қырман басынан құрылыстан тауып тілдесеміз, мен пәлен жердемін деп телефон соғатын, қалада емеспіз, далада сабылулымыз деседі. Ақпан мұндай күңкілді естісе де көп құлақ аспайды. Радионың бас редакторы ол үшін командир, бұйрық тек сонан. Ол бұрыс болса ескертеді деп ұғады. Өзгенің қаңқу сөзінің қажеті не, соғыста тәртіп солай. Көп жыл баспаларда істеген мосқал бас редактор Ақпанды сырттай қолдап, адалдығына дән разы. Қатар санап ылғи кеңесі отырады. Ұмытпаса, көктемнің алғашқы айларының іші. Бірде ол Ақпанды кабинетіне шақырып, бюро мүшелері сізге үлкен бір іс тапсырғалы отыр. Сен өмір көрген адамсың, жастарды тәрбиелеуге көмегің керек. Бізде бір ақын жігіт істейді деді. Ақпан бас редактордың нені меңзеп келе жатқанын байымына жеткізбей, «О не бүлдіріпті?» деп шыдамсыздық білдірді. Ақа, ол әзір ештеңе бүлдірген жоқ. Біз қазір оның жеке өміріне араласуымыз қажет сияқты. Өте дарынды жас қой. Сезімге құрылған лирикалық өлеңдерін бәрімізде оқып жүрміз. Болашағынан зор үміт күттірер жігіт. Ақын шіркін ерке тұтай келеді ғой. Оның үстіне елдің жел сөзі де қамшы. Жаңа Бастауыш комсомол ұйымының секретары бір жайсыз хабар жеткізді. Сағынтайдың жұмыстан кейін ішіп, қыдыруы көп, жолдастарының үйіне қонып қалады білем. Өзі қыста үйленген, келін келіп арыз етіп, тәртіпке шақырсаңдар депті. Біз басшылар төрт көзіміз түгел жиналып кеңесіп, сізді сол үйге жұмсазақ дейміз. Сара ақылыңды айтып, жас ошақтың бұзылмауын ойластыр. Бәріміздің ішімізден сені сайлауымыз сіздің беделіңіздің жоғарылығынан, Сағынтайдың пір тұтатындығын, өлең арнағандығын ескергеніміз. Қайрек-ау, мен бітуажалыққа жарамаймын ғой, бүлдіріп алсам қайтем, деді Ақпан ағынан жарылып. Қазақ бітуажалыққа ақсақалды, елге беделді, сөзге шебер, шешен орнықты кісіні жұмсайтындығын Ақпан бала жастан естіп өскен. Өзім де сондай кемеңгерлік кемел шақтамын деп әсте ойлаған емес. Қазір аңдап қараса, 29-ында екен. Тіптен балан кезі, ал ол уақытта іштей өзін кексе, өмірдің ащы тұщысын татқан кәрі сезінетін. Мынау бас редактордың қолқасы орынды да, қызықты да көрінгені кәміл. Тіпті соған бөркі қазандай боп көтеріліп, мардымси қалғаны да жадында. Сөйлесіп, аңдысайын деп еді бастық. «Ту, не іздеп отырсыз? Татуластырып қайтыңыз» деді. Бұл сөз Ақпанға командирдің бұйрығындай шалынып құбалды. Сағат дәл 6-да жұмыстан шығып үйіне қайтты. Есіктен кіре ытырынып, «Ғайша, қайдасың-ай?» деді даурығып. Төргі бөлмеде балаларды тамақтандырып жатқан аққұба биязы мінез келіншегі шығып, дыбыс бергенше шыдамай, «Әй қатын, қайда жоғалдың?» деп те үлгерді. Ғайша аяғын жүгіре басып, есіктен көріне, «Ақау жайма, не болған саған?» деді. «Қонаққа киетін костюм мен көйлекті дайында, бұл бір. Екінші, бір бөтелке коньяк пен шампанды қалтама сал. Түсінікті ме?» Пісте мұрын, бидай өңді келіншегінің аласы мол қара көзі күлімдей қарап тұр. Ат жақты жүзінде қабағында іреніш, не таңдану жоқ, қиылған қара қасын кере қалыпты. «Ойпырмай, жау келтілеп неменеге даурығасың? Ақырын сөйлесеңде құлағымыз бар, жөн сөзіңде естиміз ғой?» деп қосылғалы бері бір ытырынып қарсылық білдіріп дауыс көтерген емес. Тұрған бойы сабыр ізет, тума-туыс абысын ажын, көрші қолаңның бәріне де жайлы жан. Әйелдігіне бағып жылтыраққа қызығу, дүние мүлік жинауға әуестік те сездірмейді. Киім, төсек орын бүтін таза болса, қалған қаржыны тек тамаққа жұмсап, қазан түбі тықырланбауын ойлайтын. Бүйірі шығып балалар келім-кетім қонақ тойынса, соған мәзгісі. Үйленген жылы елге апарып, шешесі мен әкесіне таныстырғанда, Ғайша енесіне бірден ұнаған. Тек қияңқы мінезді әкесі ғана ертеңіне қайтқалы отырғанда Ақпанға, «Балам, әйелді бастан» деген. Қатынға сыртыңды берсеңде ішіңді берме, келін бала жоғары білімді,
мектепте мұғалім дедің ғой. Ал мен білгенде мұғалима атаулының жүйкесі тозған шытырлақ келуші еді. Бір көрмеге естіп ала екен, тілін бір шығарып алма. Басыңнан асырса мойныңа мінеді, өбектеуді қой. Тегінде қатын атаулы кейсе қазан қайнатпайды. Бекер сөз, күйеуінің сорын қайнатады, миын жейді. Тыңдай берсең, әнге есекке айналасың. Айтқанына қарсы болмай-ақ қойшыда. Тек керісінше істе, сонда қателеспейсің. Жә, шақшадай басыңды шарадай етпейін деді. Оқығаны жоқ, көзі қара танымайтын жылқышы сойқан содырлы әкенің сол сөзі осы қазір құлағында күмбірлеп өтті. Ғайшаның көнбіз, шыдамды сабырлы мінезіне жайшылықта Ақпан дән разақ. Кейде қарадан қарап аяп та кетеді. Әсіресе өзі жөнсіз тиісіп ақырып жөнелгенде күлімдей төменшіктеп үнсіз қалғанда не істерін де білмейтін. Сабасына түскенде Ғайша, «Иә, сонша түгесіліп шаршағаның не? Бүлінген не бар?» деп ұялтарау дейтін. Келіншегі керісінше күліп, бұл үйдің 5 баласының кенжесі Ақпан ғой, тентектеумен шектелетін. Қазіргі ерін бауырына ала шапшып, жөн жоғасын түсіндірмей, «Өй қатын, қайда жоғалдың?» деп күндей күркірей кіруінің ар жағында Сағынтайдың үйіндегі өмірі көрмеген келінмен қалай сөйлесудің, қайтып үгіттеудің ретін таппай қиналу, бір әйелді тәрбиелей алмай арыз айтқызып қойған Сағынтайға деген ыза. Солардың кесірінен қыруар жұмысын тастап, өзінің тентіреп баратыны, жолы боп ісі оңға басса жақсы. Ақпан жұмыс киімін шешіп, ұқыпты, таза, Ғайшаның уақытылы жуып үтіктеп қойған көйлегін, костюмын, оның сыртынан жұқа сұр плашын киіп, айна алдына келді. Кісі өлтіруге шыққандай жүзі сұп-сұр. Ғайша ақырын қасына таяп галстугын түзеп берді. Қайта жиналғанын бір ауыз сөзбен Ғайшаға білдірсе де, бөтен емес еді, үндемеді. «Әй, ескі костюмның ішкі қалтасында тілдей қағаз бар, соны келші» деді. Ғайша төргі бөлмеге маймаңдай жөнелді. Сәлден соң қайтып оралып, әлгіні қолына ұстатты. Плашының жағасын түзеп сипап, жауырынан қағып, «Ақа, үйден ренжімей шықшы» деді. «Әй қатын, мендегі шаруаң не?» «Жә, тек сабыр бол, сабыр түбі сары алтын дегенім ғой. Өзіңнен артық мен не білем?» «Білмейсің, қысқарт». Ақпан есікті теуіп ашып жаппай кетті. Биік үйдің екінші қатарынан ақырын аяңдай түсіп барады. Әйелінің соңынан қарап қалғанын жауырынымен сезіп келеді. Ол қызба болғанмен әне бір ессіз емес. Ғайшаның орнында өзім есікті тарс еткізіп, ренжігенімді білдірер едім деп ойлап, іштей әйелінің кеңдігіне, ақылдылығына, парасаттылығына дән разы. Дала қоңыр салқын, күн қызыл жалқылдана жиекке ілініп, қала үйлерінің арасына қалың көлеңке көрпесін жайып үлгеріпті. Ақпан ақырын аяңдап көшеге өтті. Бітуа жалыққа Ғайшадай адамды жұмсау жөн. Біздің командиріміз Батя қауіпті операцияға кімді тағайындауды білетін. Бас редактор ондай кісі танығыш, сергек мінезді емес. Маған бар дейді, өмірі істемеген шаруам. Әрине, сенім артқаны жақсы. Әйтсе де менің бұған ыңғайым қалай. Ойламайды, амал не орындау керек. Тапсырма аты тапсырма. Тәйірай, қайдағы тапсырма? Бітуа жалықта іспе. Ақпан өз ойынан қатты толқып, көшенің бұрышына жетіп іркілді. Сағынтайдың тастақ жақта пәтердеміз дегені есіне түсті. Оған қандай автобус барушы еді? Сұрап алмағанымда қара. Ол жанынан өте берген жас жігітке, «Інішек, тоқташы» деді. Шалбарының балағы дастарқандай кең, арық жігіт қапталдаса аялдады. «Аға жай ма? Шылымың бар ма?» «Бар, берші». Кең балақ шалбарының қалтасынан Қазбек папиросын шығарып, бар талын ұсынып жатыр. Шырпысын шағып тұтатып та берді. Ақпан екі сорып, түтінге шашалып та қалды. «Ойбай-ау аға, сіз темекі тарта білмейсіз ғой, дәнең етпейді. Ал тастаққа қалай жетем, соны айтшы». Шевченко көшесі, сол жерден трамвай жүреді. 4-ші санына отырыңыз да соңғы аялдамадан түсіңіз. «Рахмет айнам». Ақпан көшені бойлап ақырын аяңдап келеді. Шылым шекпейтін адамның
Темекіні алғаш аузына алғанда өші қалғандай құныға үсті-үстіне соратын жаман әдетіне бағып, әйтеуір тез бітіру қамымен бұрқ-бұрқ еткізді. Сәлден кейін жүрегі кілкіп, басы айналғасын, папиростың жарым-жартысының қалдығын көшенің жиегіндегі арыққа атып жіберді. Онымен басы айналып, жүрегі лоблығаны тыйылмады. Сол құрғырда қайдан ғана аузым алдым деп опынып, ит ырғылжың мынау күйіне ызаланып та келеді. Нені де болса тез істеп бітіруге бейім Ақпан әрі берден кейін трамвайдан бас тартып, бос таксидің біріне қол көтеріп, ұстап мінді. Бұл ойдың бірден есіне келмегеніне де осы қазір өкінішті. Зырқыраған жеңіл жүрдек машина әп-сәтте қаздай қалықтап, Руднева көшесіндегі Сағынтайдың пәтеріне алып жетті. Жол бойы ашық терезеден соққан самал тынысын кеңітіп, сергітіп, басы айналған да басылған еді. Көше бетке жасыл сырмен жиектелген, төрт терезесі қараған, ақшаңқай кірпіштен қаланған, төбесі шепірлі үйге Ақпан көз тоқтатып, сәл аял тапты. Машина, көлік, кісі аяғы сирек, үй төңірегі тып-тыныш. Арықтың суы да бөлекше үнді тап-таза шалынады. Жиегіне әлі бетон плита төселмегеннен бе, алабота, қоян қарта өскен жағасы шөпшең екен. Тегі бұлақты шалбыр қиқымынан тазартып, көз жасындай ғып жіберетінде осы өсімдік-ау деп ойлады ол. Бір сәт бұл жерге неге келгенін ұмытып. Кісі бойы көк сырлы темір қақпаның бергі тұсындағы тақтай есік ашылып, «Аға, неғып кірмей тұрсыз?» деді бір орта бойлы келген, ақ сары қызыл көйлек, қоңыр шалбарлы жігіт. Ол кезде де қазіргісіндей қызылшыл білем деп, қарсысындағы дипломатына сүйенген жігітке көз жүгіртіп өтті. «Қазір бала, келін үйде ме?» «Иә, жұмыстан келген». «Қайда істейді?» «Ресторанда официант». «Жүріңіз», деді. Сағынтай қалбалақтай қолтығынан алды. Ақпан алғаш көргеннен Сағынтайдың өзіндей тік мінезді, кісі тіл алғыш емес, елгезек сергектігін ұнатқан. Ақынмын деп танау көтермей, ылғи ізетті, сіз деуден бір жаңылмайтынына таңданатын. Не деген нәзік, қорғансыз баласың, ноян топай бір қыздың қолына іліксең, қор боласың-ау дейтін ішінен. Күндердің күні бітуа жалығына жүретінін білмегені хақ. Сағынтайдың қолқасына бағып, есіктен аула ішіне енді. Кең шарбақтың ортасында екі терезелі тағы бір үй тұр. Айнала алма бағы, қызыл қыш кірпіштен өрген жалғыз аяқ жолмен сол аула ішіндегі шағын үйге бет түзеп келеді. Қара дермантинмен қапталған есікті ашқанда Сағынтай Ақпанды алға оздырған. Табалдырықта аттай бергенде электр шамы көз ұялта жарқ етті. Төрт бұрышты кең бөлменің ортасында стол, әріректе тұсына кілем тұтылған екі кісілік кереует. Бір бұрышында тумбочка, оның үстінде 4-5 қатар кітап жинайтын сөресі бар. Мүлік, кіреберісте қол жуғыш, сол жақта киім ілгіш тұр. Қасында шарайна ілулі, соңынан ілесе кірген Сағынтайға коньяк пен шампанды ұстатып, Ақпан плашын шешті. Сүйекті, ірі, қара торы келіншек, оң қолдағы аузынан оты жылтылдаған пештің қасында іспек қабақ, қиық көзінің астынан қарап қалыпты. Жасы үлкен кісі келді-ау деп, ибалық сездіріп, басына орамал салғанды да білмепті. Қысқа кесіп, бұйралатқан шашы ербие үрпейіп кеткен. Үстіндегі көйлек демес, сұрғылт қалат, жалаң аяғына сүйретпе шарық іліпті. Бейтаныс адам құдайы қонақтың өзін әйел заты халатпен қарсылағаны ұят. Тәрбиесіздік, не надандық дейтін қайша. Ақпан келіншегінің осы сөзін еске түсіріп, тыжырынса да сабыр сақтап, плашын іліп, «Ал келін аман ба? Қоныс құтты болсын». «Есенбісіз аға, рақмет». Жып-жылы келіншек қолын босатып, Ақпан төрге өрлеп столдың қасындағы 2 орындықтың біріне отырды. Қоңыр салқын даладан кейін мынау үй ет иістенген ұядай жып-жыл екен. Дүние мүліктері бір сыдырғы, тәуір таза. 2 терезеге тұтқан шілтері жапқышта сәнді, желдеткіштен енген самалдан баяу толқиды. Сағынтай ортадағы стол үстіне жабылған газеттерді қалбалақтай жүріп, сыпырып тастаған астынан дап-дайын помидор, қиярдан жасалған салат, неше түрлі дәмді тағам,
ал кеттік дегендей самсап шыға келді. Тәтті нан мәмпәси, шоколадтың да түр-түрі осында. Біреу келуші ме еді келін? Деді Ақпан дәмді меңзеп. Жоқ, сізге дайындалған. Қараң қалған бұл ошаққа есі дұрыс келуші ме еді? Ойпырмай келін-ай, қатты айттың-ау. Қанша күйеуіңе ренжігенмен де ақырын сөйлеген жөн еді ғой. Көріп отырмын, тұрмыстарың жайлы. Ақпан аға, әңгіме кейін, дәм алыңыз, кешіріңіз. Дәмеш бүгін ашулы. Сіз біздің шақырып келтіре алмайтын қонағымызсыз деп Сағынтай жортақтай жөнелді. Ақпан түтігіп кетті. Бітуа жалықтың ауырлығын, түк қолынан келмесін сезініп сазарып қалды. Келіншекке жауға қарап отыр. Ол түк болмағандай шағын табаққа буы бұрқыраған қуырдақ саба келіп, стол ортасына қойып кеткен. Енді шыны аяқты шылдырлатып, шайқамымен пешпен екі арада етегі желбіреп жүр. Ақпан тураған нанның аузына үзіп бір салды да: дәм таттым, сіздер енді әрлі-берлі селтеңдемей, екеуіңде бері келіңдер, отырыңдар деді. Соғыс өткен, аштық жоқ. Әмірлі қатқыл үн Сағынтайға жүргенмен келінді пәлендей ықтырмаған еді. Ол ұмыт қалған шай қасықтарды уыстап келеді. Отырыңыз келін, мазаланбаңыз. Мен өз майданда фашистен тіл әкелуге жібергенде де мұндай қиналмаған жанмын. Өлімге талай басымды тіккен адаммын. Оны мен айтпақсыз, сізді мен шақырыппын ба? Жалғыз сіз соғыстыңыз ба? Келгеніңізде неменеге бұлдайсыз? Дегендей келін бедірейе қарады. Ақпан әйелдің қиық көзінен соны ұқты да енді бір сөз айтып арадан келіксе салып жіберуден жүз жанбайтынын сезіп: кәне Сағынтай, нешесіздер? Маған минерал су құй, тамақ жіпістелік деді. Ащы судың маған өкпесі жоқ. Кезінде жоспарын орындағанбыз. Маған фужердің біріне құй, үреңкең добалдай қолымда сынып кетер. Мақұл аға, құп болады. Мен күл-білтені білмеймін. Сіздердің тату-тәтті тұруларыңа тілектестігімді мынау қой үстіне бозторғай ұялаған бейбіт тамаша заман қадірін түйсініп, ошақ бүтіндігін ойлаңдар дегенді қатерлеріңе салғалы келдім. Бас құрап, шаңырақ көтеру, түтін түтету, түсінісіп тіл табысу қиын. Ал оны бұзып, қара қазанды қақ бөлу оңай. Семья да мемлекет дейді емес пе? Оны да ақыл тоқтатқан ғана басқарып, бүтіндігін сақтайды. Міне, мен көріп отырмын, тәп-тәуір тұрмыс құрып, жып-жылы ұя жасап алыпсыңдар. Тіл көзден сақтасын, ұзағынан сүйсіндірсін қарақтарым. Сол үшін мына тосты ішелік деді Ақпан аптыға 2 мәрте ұмсынған келінді сөйлетпей киіп кетіп. Кәрі жас демей, қатты разы болған адамына еш риясыз елжіреп, ақын жанымен айналайын деп қалбақтап қалатын Сағынтай бұл жолы үрдісінен жаңылып аға алдында сәл іркіліп, иба сақтап, үреңкеге су құйып алған еді. Ақпан фужеріне соғыстырып: айналайын ағатай, рақмет, мына сөзіңізден кейін өлсем арманым қане деп құрақ ұшты. Ақсары жүзі қуарып, құс мұрынның жұқа сарғыш шұғадай желбезегі желбіреп барады. Ақпан түксиіп: өй, келінмен неге соғыстырмадың? Бұл қай қылығың? Келген кісіні арқаланып әйелін жерге қаратқан еркектік пе? Ол малғұнның әдеті. Қайта беделін түсірмей, абыройын асырып отырмайсың ба деп қабағын шытып қалды. Табиғатта нөсерлі қатты жауынның да қайтымы басылуы тез, ашу да сол тақылеттес қой. Әлгіндей болмай, Ақпан көңілінде Сағынтайға деген аяныш оянып, нәзік жанның дәрменсіз кейпіне ұзақ қарай алмай, сәл тамағын кенеп, фужерін келін рюмкасымен соғыстырып, орталай ішті. Қуырдақтан ауыз түйіп, не бір үзім нан салмай, арақ ішкен адамның рәсімімен жұдырығын иіскеп деп ыңырсып қойды. Ақа, тамақ алсаңшы, деді Сағынтай ақырын күңк етіп. Ақпан төмен түскен басын көтеріп, келінге бір, сосын Сағынтайға бір алия көз тастады. Доғал мұрын, сүйікті келіншек сұрлана, кірпік қақпай бедірейе қалыпты да, жігіт шын ниетімен елжірей, буы бұрқыраған қуырдақтан қарпи асап, еркін отыруына тілеулестігі жапалақтаған жанарынан сезіліп тұр. Оқу тауысып, қалалық адамға айналса да, далалық жанның қонаққа деген кең пейілінен ажырай алмай, ылғи көптікті, дырду думанды аңсап,
елегізіп жүретін ауыл жасының ырайын таныта қарайды. Әке-шешең ғой, сенің қала кісісі боларыңды білмеді. Дәм ырзығыңды өзіңнен ғана емес, төңірегіңнен аяма. Өле ішкенше бөле іш деп, бұғанан қатқанша санаңа құя берді. Соныңа бағып, ұшып қонып келінге жақпағансың ба? Иә, келін қалалық, жетім өскен, кейін тиын қадірін түсінген, басын құрап үйренген. Сенің аңқылдақ мінезің, шашпалылығың оған жат. Міне, осы жерден екеуің тіл таппағансыңдар. Інім-ай, теңіңді тауып қосылмаған екенсің де. Айдалада жүрген асаудың өзін атамыз қазақ жетіп барып ұстамай, ақырын жақындап, баспалап, тәк-тәктеп, мойнынан сипап, жалының астын қасып, етін үйретіп, ноқталамаушы еді. Бұл адам ғой, хайуан екеш, о да жылы-жылы сөйлесен ғана иіңе көнеді. Сен арсың-күрсің жетіп, тегі ұшындырып тынғансың. Тіпті анау қызметтес жігіттердің де көбі сенің мінезіңе күледі. Соны сен сеземісің? Айналайының өз алдына қатты ырзалансаң әйел, еркек демей елпілдеп, құшақтай сүюге әуессің. Сағынтай кісі құтқармайды, қуып жүріп сүйеді деп күлседі. Ол мінезді қайдан таптың? Далада да, қалада да жоқ қой. Әрине, сен оны кей жазушы ақындардан көрдің. Соларға еліктеуің, әрі өзіңнің елгезек ақкөңілділігің. Менен ғана осы қазір ығыстап шыдап отырсың. Сәл жылы қабақ танытсам, дізгініңнен айырыласың-ақ. Келінді де елпілдете көтеріп, еркелетіп, төбеңе шығарып алғансың да. Енді әбден қажығасын, түсірем деп ит әуресің. Оңашадағы еркелігін кісі көзінше де танытқанда абыройдан айырылып тілге келдің. Ақпан көз астынан ақырын келінге қарап, жанары түйіскенде тіксініп жүзін тайдырып алды. Іспек қабаққа мұз қатып, ызғар шашып қалыпты. Өліспей беріспеймін дегеніме көндірем. Басыбайлы құлымсың, тыпыр етіп көр дейді сұп-сұр жүзі. Ойпыр-ай, деді Ақпан тітіреніп. Өлімнен де жүрегім шайлықпап еді, мынауың бір қаныпезер ғой. Ол бар пәле келіннен екеніне еш шүбәланбай, енді өзінің сескенгеніне күйінді. Күйініш соңы қызба, ұстамсыз мінезіне тиіп, ызаға ұласты. Ащы су ішпей, ұстамдылық танытқанына осы тұс өзіне дән разы. Онсыз да қызбалық бір басына жетерлік. Міне, соның өзінде доғал мұрын келін, партизан көзінде заматта жауға айналып, Ақпан бойкүйездіктен серпілгісі келгендей ақжал шашты басын жерден көтеріп, орындықты сықырлата шалқайды. Келін шырағым, өзіңіз ас істеуге шебер жан екенсіз. Бір күн қолынан шай ішкенге мың күн сәлем дейді атамыз қазақ. Дәміңізге рахмет, сәлемат болғайсыз, деді Ақпан столдан еңсесін көтеріп. Мен сіздерге тамақ іздеп келмегенім кәміл. Ашу дұшпан, ақыл дос. Дәмеш қарағым, сен мынау балаға бір ашуыңды қи. Ошақ құрып түтін түтету, жылы ұяның шуағын сөндірмей ұстау қиын. Екінің бірі пенденің маңдайына мұндай қасиетті жазбаған ғой. Қара қазанда қақ бөліп, шаңырақты ортасына түсіру оңай. Оны әумесер де істейді. Оған ақылдың да, кемеңгерліктің де қажеті жоқ. Сені мен сөз бағдарын ұғынар жас жан деп келдім. Бекер айтасыз аға, деп Дәмеш келін шаңқ етіп, Ақпан уәжін бөліп жіберді. Өмірі біреуден сен өтірікшісіңді естімеген Ақпан қапелімде не дерін білмей түйілігіп қалды. Сөзіңіздің пісіміләсін бірден маған арнап, бір ашуыңды қидеуіңіз, мені кінәлағаныңыз. Бәрін білдіріп жатқан мен екем ғой. Рас, қара қазанымыз қақ бөлініп, шаңырағымыз ортасына түспегенмен бүлінді. О да менің әумесерлігім. Қарағым Дәмеш, сөзге қонақ берсеш, мен Сағынтайға да ұрысқалы отыр едім. Кейіп кеттің ғой. Келін жұлқына орнынан тұрып, қазандық қасынан шәйнекті әкеп сарт еткізе, үстел үстіне жұлқына қойды. Шын аяқты сылдырлатып, көгеріп сазарып, Ақпанға бұрылды да: сіз мына ініңіздің кім екенін білемісіз? Жоқ, ендеше бітуәжашы боп не айтпақсыз? Бұл подлец, бұл бар ма, сволочь, жеулөкпе зымиян, ақымын дейді еще, жағымпаз жәдігөй. Жұмыстан кейін 2 сағат кешігіп келуді шығарыпты. Мен оны өйтіп талтаңдатып қоймаспын. Әкесін танытам, 2 аяғын бір етікке тығам. Айналайын, айым да күнім де сенсің Дәмешжан деп жүріп,
Тегін кешігеді деймісіз? Значит, менің көзіме шөп салып қыдырды. Әй құйыршық, кәне мынағаның көзінше осынымды өтірік дейші, деді. Ойбай-ау, Дәмештай, 100 рет айтпадым ба? Институтта студенттермен кездесу болды ғой, Ақпан аға да біледі. Ал өткен аптаның сәрсенбісі күніше, онда да кездесу ме? Сазбеттеніп, өтірік айтуың жетпеді ме? Тағы отыршы кәне тыңдайын. Келіннің қара торы жүзі доллара ісініп кеткен. Сағынтай Шырпыр шетелдік жазушыдан интервью алып, сөзін пленкаға жаздырдым, мейманханасына шығарып салдым. Таксилетіп жеттім ғой. Дәмеш-ау, қайдағыны айтып күйдірмесейші. Айналып қана кетейін-ау, жазықсыз жазғырасың, мен де адаммын ғой деп жөнеді. Әй сүмелек, мен сен шайтаңды қағып алам, сволочь, идиот, мыраз, интервью дейді еще. Ақпан Сағынтайдың ұнжырғасы түсе жасып, мынау сұмдық сөзге ашынбай жаутаңдай бұға бергеніне әбден күйінсін. Сабырлықтан айырылып, қаны басына теуіп шиыршық атып барады. Долы келінің сөзі сүйектен де өткен, миға тиіп шекесі солқылдап кетті. Шын азаматты түзде емес үйде көр дейтіні осы ма? Қатар құрбысына сыйлы мына бала мәңгүрт болған ба немене деп ойлап дал. Ақыры шыдамы таусылып, Ақпан бітуі жалыққа келген үлкендігінен жаңыла бастады. Көзінің ақ еті қызыл тамырлана орнынан атып тұрды. Әй атаңа нәлет, ерме десем езбедің, осы отырған жеріңде шық-шытыңнан бір қойып қылжитайын ба? Әй, мынадай көгезу қатынмен бір төсектің астында пырылдап жатқанша өлмеймісің? Тірі ғой. Мен мұндай әйелдің аузын әлдеқашан бақадай аштырар едім. Сен осы қатынмен енді бірге жүрдің, бармай бетіңе түкірем. Ит шошқа, көзің құрт, не өзің құры, сволочь, мыраз, идиот деген тілін неғып жылып алмайсың ей? Бүйткен ақындығыңның аузын. Ақпанның ақырған даусынан шошына, қазандыққа қарай үрейлене шегініп, не істерін білмей, үрпиген келінге ол тіктене бір көз тастап, үйден шығып жөнелді. Аула іші қара көлеңке болса да, көрші қолаңдар жиналып елеңдесіп қалғандарына Сағынтайдың ағатай тоқташы деп жүгіре ілесіп дауыстағанына қайырылмай, қақпаның есігін сарт ұрды. Сонан ол ашу-усты көлікке мінуді ұмытып, ұзақ жүріп, үлкен көшеге жетіп таксиге отырды. Ертесіне бастық реніш білдіріп, қосама десем, бір жола айырып тыныпсың ғой деді. Әй, бітуі жалығың өзіңе, мені ондайға енді жұмсама, сотталып кетем деп зекіп тастады. Әне, қалада көрінді, ақа жеттік міне деді. Қарсы орындықтағы жігіт оның ойын бөліп. Ақпан ұзақ ойдан серпіле басын жерден көтерді.